Құрметті Неги каналын тамашалаушылар, сіздер подписация батырмасын басып, каналды қолдап отырсаңыздар, мен сіздерді шынайы әрі тылсым оқиғалармен сусындатудан шаршамайтын боламын. Ендеше кеттік. Мен дәл сол күні күндегі әдетімнен бас тарттым. Күндегі әдет дегенім, мен күнделікті кешкісін жұмыстан келген соң достарым келетінде, мен олармен есік алдында сыра ішетінбіз. Одан әрі бойдақтар не істесін? Әрине, қыздармен танысу, немесе вечер ұйымдастыру, әйтеуір мәнсіз, мағынасыз ғұмырымыз өтіп жатқан болатын. Егер сыралатпасаң, өмірдің қызығы да таусылғандай болып көрінетін сол кезде. Ал қарыз белшеден. Бір күні өзімнен өзім бәрінен жалықтым. Тіпті ішуге зауқым болмады. Дәл сол күні достарым да мазаламай, ешқайсысы мені іздеп келе қоймады. Мен оған қуанбасам ренжімедім. Кешкісін адам құсап бөлмеме келіп қисайдым. Ұйықтай алар емеспін. Сосын орнымнан тұрып, әйтеуір аяқ қолымды жуып, білгенімше дәрет алдым да, қолыма Құран кітапты алып, қазақша аудармасын барынша түсініп оқуға тырыстым. Сонда ғана жаным аздап жай тапқандай сезіндім. Түннің бір уағына дейін мен Құран кітапты оқып, одан әрі ұйқыға кеткенмін. Таң рауандап атып қалған кез болса керек, мен дәл сол күйімде кереуетте жатырмын. Ал менің үстімде қайдан келгені белгісіз бейне бір дәл Қытайдың кунг-фу киноларындағы шал секілді арық шал отыр. Селдір ғана сақалы бар, бойы да тапалдау. Кеудеме мініп алған әлгі шал екі арық қолмен мойнымнан қыса бастады. Неге екенін білмеймін, мен мүлдем қорықпадым. Қайта керісінше, ой, мына шалды ма деп ішімнен кішініп, екі қолыммен әлгі шалдың екі жағынан ұстаған күйі шайқап, бір жағыма атып ұрмақ болдым. Алғашқы екпініммен шал орнынан әжептәуір қаңбақтай қозғалып кетті де, бірақ іле-шала қайтадан түзулене отырып алып, одан да күштірек қыса бастады. Мен әлі де өз көзіме өзім сенбей, оны одан әрмен жұлқыдым, бірақ бұл жолы тыпыр етер емес. Есесіне мойнымды қысқаны соншалықты демімнің тарылып бара жатқандығын ұқтым. Мен сонда ғана бойымды қорқыныш ұялап, тілімді кәлимаға келтіре бастадым. Ла илаха илаллах Мұхаммед Расулаллах, ла илаха илаллах Мұхаммед Расулаллах деп 3 рет қайталадым. Бірақ шал аздап қана босатады да, мойнымды қайта қыса түседі. Мен дұғамды енді үдете түстім. Шамамен 4-5 минут қысқан шал терезе тұсына аунап түскендей болды да, мен ол тұсқа жалт қарағанымда бейне бір күлдің шаңы секілді бұрқ еткен сұп-сұр шаң көрінді де терезе тұсында көзден ғайып болды. Ал мен тікеден тік отыра қалып, не түсім, не өңім екенін айыра алмадым. Түсім дейін десем, бәрін анық көрдім, қылқынғаным да рас. Өңім дейін десем, ол не болғаны? Міне, осындай шым-шытырық оймен таңда тұрып, содан кейін ішімдіктен бірте-бірте бас тарта бастадым. Ал қазір бірнеше жылдың 100 болды, мүлдем ішпеймін. Ал сіз қалай ойлайсыз, ол жын ба, шайтан ба, жоқ әлде әруақ па? Неге ол бұрын ішіп жүрген кезімде келмей, дәл мен қолыма Құран ұстағанда келді деген сауалдар біраз күнге дейін маза бермеді. Қазақта бастырылу деген сөз сірә осы болар. Сіздің қандай ойыңыз бар? Комментарийге жазып қалдырыңыз. Құрметті каналға жазылушылар, әңгіме ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпайық. Ал мен сіздерді одан әрі өзімнің басымнан кешкен немесе таныстарымның басынан өткен шынайы да тылсым оқиғалармен сусындататын боламын.